Девочки, жиналамыз. Жылдызды өсек төсек айдары. Сендердің сүйікті жаңа айдарларың. Представляете, девочки, осы рубриканы мен шығарған кезде, осы бір ғана новый менің рубрикам 10 000 оқырман жинап алып келді ғой маған. Ойнайсыңдар менімен. Ең қызығы, ең таң қалдыратыны, ешқайсының мен атын атаған жоқпын. Түсін түстеген жоқпын. Просто мини-разбор жасадым. И 10 000 оқырман. 10 000 оқырман жинап алып келген осындай елді шулатқан рубриканы неге жалғастырмасқа деп мен ойладым да бүгін екінші бөлімін шығаруға белімді будым. Өйткені жындарым қызық. Ең басты бір қызықты оқиғаны айтып кетейін, басымнан өткен. Осы жұлдызды өсек төсек айдарын шығарған кезде TikTok шулады. Барлық соцсеттер кәдімгідей деп мені шығарып қойған. Ана жерде қырғын комментарий, кім болды, бірінші кейіпкер кім, екінші кейіпкер кім деп Ал сол кейіпкерлердің өзі маған тікелей шыққандары да болды. Ал сендер менімен ойнайсыңдар. Ойнамаңдар. Өздері шығып, сәлематсыз ба, маған осылай разбор жасапсыз, аля, тропаля. Я говорю, извините, простите, я вас знать не знаю. Сізде дәлел бар ма? Мен сізге разбор жасағаныма, аты жөніңізді атадым ба? Фотоңызды қойдым ба? Қандай да бір дәлелдеріңіз бар ма сізге разбор жасағаныма? Жоқ, өсек кетіп жатыр. Извините, өсекті, значит, кетіретін өздеріңіз бір допускать еткен жағдайларыңыз болып тұр ғой. Өсек просто кетпейді дедім. Я при чем? Сондықтан, достар, екінші бөлімде де маған тікелей шығудың қажет жоқ. Өйткені мен аттарыңызды атамаймын, түстемеймін, фотоларыңызды шығармаймын. Мен жай ғана өз рубрикамды жүргіземін. Бұл рубриканың разбордан ерекшелігі, біз бір жұлдызға тоқтап, оның өмір баянына толықтай разбор жасап, бірнеше стористарды жалғыз бір адамға арнамаймыз. Ерекшелігі, біз бұл рубрикамызда бірден 3 жұлдызға тоқтайтын боламыз. Қысқа мини разбор жасаймыз. Одан кейін барып, төсегін өсектейтін боламыз. Қызық па? Қызық. Неліктен жұлдыздарға тоқтаймыз? Өйткені сенің көріп жүрген кумирыңа, сенің тамсанып жүрген адамыңа мен разбор жасайтын болсам, оны өсектейтін болсам, ол саған тезірек миыңа жетеді. Өйткені біз қазақ өсекті жанымыз сүйетін жандармыз. Бүгінгі бірінші кейіпкерімізге бірден тоқтайық. Кейіпкеріміз өте өнерлі. Дәл қазіргі өзінің жағдайына, қазіргі атағына, өз күшімен жеткен, талмай еңбектеніп, өзінің халыққа ерекше күлкісімен есте қалып қалды да. Вот на нее посмотришь, нағыз қазақтың келіншегі, нағыз отты да, суды да, қиыншылықты да, қуанышты да бірге көретін келіншек дейсің да, түріне қарап. Қандай мінез, қандай халықтың бәрі мақтаған сайын, мақтаған қыз тойында жаман иіс шығарды. Қалай, не ол деп халық түсінбей қалды өзі. Әлде түсіне алар емес. Комментарияларды былай сілтеп қарасаң, мүмкін емес ол. Ондай келіншек емес ол. Невозможно, это просто хайп какой-то бір, сондай бір өздері солай хайповать етіп жүрген сияқты. Жоқ, олар коллеги, не может быть.
оның өзінің күйеуі бар емес пе, ортақ қыздары бар емес пе, мүмкін емес деп халық сөзін сөйлеуде, бірақ қалған 30% шындықты біліп тұрған, поклонниктары емес, адекватный елдер айтуда. Бұл рас деп. Бұл рас, өз көзімізбен көрдік те сыртта. Бір жағынан халықтың шулайтыны да бар енді. Неге шулайды десең, екеуіңді былайша елестете алмаймыз біз, негізі. Өйткені сені біз өзіңнің күйеуіңмен, ер азаматыңмен бірге көріп үйреніп қалдық енді. Бір жағынан инабатты, ибалы, сондай салмақты етіп өзін көрсететін сен, бір шама интервьюларыңда, бағдарламаларда өз ер азаматыңды сондай көтермелеп, оны мақтап, сол кісінің сөзісіз мен ешқандай қадамға бармаймын, сол кісінің сөз, миым қорытпай жатыр да. Бұл қадамыңа сен өз ер азаматыңнан рұқсат сұрап бардың ба? Кешірім сұраймын, мен ғашық болып қалдым, или кешірім сұраймын, жаным, сен менің ер азаматымсың, оған просто көмек керек болып тұр, менің құшағым керек, просто оған жан көмек керек. Мынандай адам просто ойнайтыны бар да. Вот сол үй, машина бәрін тігіп жібереді, менің ғана сөзім тыңдайды, мен ғана оны казинодан шығарып аламын, мен ғана сол құмар ойыннан, сол бір зависимостьтан сақтай аламын. Сол үшін күйеуім түсінші, мен кету керекпін, сол ер азаматпен тұру керекпін. Осымен біздің махаббат хикаямыз бітсін дедің ба? Қалай? Я просто не представляю. Сен қалай өзіңнің күйеуіңе осы жаңа махаббатыңды таныстырдың и жеткіздің, что сен уже басқа қарым-қатынастасың. Не могу понять. Не могу. Я хочу понять, но не могу. Сол сияқты халықта шулайтыны түсінбегендіктен да, миы қорытпай жатыр да. Ашуланба құрсын. Мүмкін халық білмей қалады да, сендерді кімге разбор жасап жатырмын. Мынауған бәленің бәрін қақтан біледі деп бүйтіп отырсың ба? Ашуланба, түр білдірме. Бұны саған жіберсе де, тикток ректерден көріп қалсаң да, біз емес, біздің аты жөніміз аталған жоқ қой, біз емес, значит, дейсал құрсын. Бет жыртысып тағы да өз көтінді өзің ашып алатын әдетің бар ғой, үндемей құрсын, үндемей. Енді халықтың алдында жүргеннен кейін халық өсектейді, халық разбор жасайды, халық бәрі бірде сендерді обсуждать ететін болады. Бір жағынан өздеріңде повод бересіңдер ғой, қол ұстасып, былай не қыласыңдар, жабысып, былай видео түсіресіңдер, басында бәрі хайп деп сенді, қазір сенбейді, полный серьезный екенін бәрі түсініп тұрып, на полном серьезе. Расы, басында халық бар ғой, битті ғой, құшақтасып, сүйісіп, жаңағы неке қиып, пәленбай видео салдыңдар ғой, халық деді бүйтіп листать ете салды, сендерге остро реагировать еткен жоқ, өйткені 100% халық ойлады, мынау хайп деп жаңа бір проекттеріне орай күшті бір хайп деп. Оказывается, шын екен ғой соның бәрі, шындық. Сендер де бүйтіп хайп деп құтылып кетеміз деп ойладыңдар ма, білмеймін, бір план құрдыңдар бірақ соңғы кезде екеуіңді часто халық көріп жүр, тем более енді бірге жүрсеңдер де айналайын жаным, бір машинасын алып бересің ба, өзінің жекеше, өзіңнің машинаңды бере бермей бірдемесін қылшы, и так сол үшін барыңды да, жаныңды да, нарыңды да бәрін беріп атсың ғой. Видишь, өзің үйді отқан семьяңды бірақ түсінбеске де болмады, өзі күйеуіңде пост жазды ма, потом удалить етті ма, бірдемесін қылды, біз қазір бірге емеспіз, сайбалым шығармаңдаршы деген сияқты. Оған да оңай емес. Қатыныңды тыймайсың ба, қатыныңа тәйт демейсің ба, не сұмдық өзге еркекпен хайп деген түсінеміз, до такой степени құшақтасып жүр ғой, ана жерде бірге жүр ғой деп неше түрлі информация жібере бергеннен кейін бывший күйеуің де зайбал шығып кетті ғой деймін, ажырастық деп
пост шығарды, содан кейін түсіндік, иә, көбісі содан кейін түсінді. Негізі мен оған дейін сендерді бірге көргенмін, сол кезде түсініп қалғанмын, мен бір жиында бірдемеде көріп қалғаным бар. Вот. Неде болса өз өмірлері кім-кіммен жатады, кім-кіммен жаңағыдай қосылады. Ол әр адамның өзінің жаңағы жеке проблемасы ғой. Бұл жерде ең қызығы мен үшін да неге зависимый адаммен қосылдың, жаным-ау. Сен сондай келіншексің бар ғой. Не просто сендегі образ. Сен сондай керемет әйелсің негізі. Керемет әйелсің, ақылдысың, бойыңда деген сан түрлі өнерің бар. Шынымен де әйел болсаң, адал болатын әйелсің. Бірақ неге бұндай қадамға бардың? Типа, ол еркектің қай жері саған? Ол еркекке былай қарасаң, по сути, қасында жүрсең, ғашық болма мүмкін емес. Да, он такой харизматичный. Ән десең, ән айтады, биле десең, билейді, кино десең, кино айтады. Жан жақты, но бірақ бұл еркекте көрініп тұр ғой, то, что он не ответственный, что постоянно жаңағы ана жерде жүреді, мына жерде жүреді, тез, қалай айтсам болады, тез бір жаңа нәрсеге қызығады да, тез суиды. Бірақ өте сондай анау то алкогольға, шегетін, искейтін бәлелерге, ойынға, сондай қатынға, неше түрлі сондай развратқа қызығатыны, басымен кетіп қалатындығы көрініп тұр да. Ты готова вот соны постоянно шешесі құсап сүйреп жүруге? Вот мені осы таңғалдырады. Хотя сенде тұрақты нормальный еркегің бар еді, отбасың үйітіп отырған. Бір жағынан сені тағы да түсінгім келеді. Я, оның құшағы сондай ыстық, потому что темпераменті жоғары еркек. Сөйлеген сөздері балдай. Сені еркелеткен кезде балқып кетесің. Ал сені түнде құшақтап өзінің жаңағы от темпераментімен, я, баурап алған кезде депші, возможно, сол бір ләззат алауынан, сол бір сезімнен сен рахатқа бөленетін шығарсың. И сен, возможно, да, менің ойымша, соны махаббатпен шатастырып алдың. Яғни страстьті, я, алауды. Білмеймін. Мен ойлаймын, бұл жерде сондай бір төсек ұстап тұрған сияқты деп ойладым, енді білмеймін. Бір жағынан ойлап қоям, может быть, стабильностьтан, тұрақтылықтан шаршаған шығарсың, төсектегі стабильность, тыныштықтан шаршаған шығарсың. Болады. Көп әйелдер өзінің бағынан айырылып қалып жатады, жап-жақсы ер азаматынан өзі жаңағыдай ажырасып, немесе басқа ер азаматпен жүріп кетіп деген сияқты. Неге десең, айтады, он скучный, маған эмоция керек, маған страсть, буря, соның барлығы керек. А ода все стабильно дейді да. Заебалың шығып кететін, скучно дейді. Мүмкін солай ма енді? Мүмкін ақша келгеннен ақшам бұл мен кішкене бір адасу болды ма? Ол жағын білмеймін. Осымен бірінші кейіпкерді аяқтаймын. Сендерге махаббат тілеймін, шапағат. И осы бір сезімдерің ұзағынан болсын жандарым. Басқа ештеңе айта алмаймын.